Қайырлы күн достар. Рамазан айы нұр шашқан ай. Рамазан сағына күтіп қимай қорсасатын, Құран кәрімнің асыл аяттары түсе бастаған мұсылман жұртшылығының қасиетті айы. Рамазан өзінің ішкі жан дүниесімен сыр бөлісіп, пенденің шын ықыласымен тәубаға келу айы. Бұл айда Аллахтың рақымынан үміт ете отырып, ауыз бекітіп құлшылық жасаған адамның тәубесі қабыл болып, жапырақтары төгілген күзгі ағаштай күнәлардан арылады. Бұл айдағы ауызашар мен сәресінің берекесі тіптен айтып жеткізгісіз. Адам жанына сергектік сыйлап, жүрегін жылылыққа бөлейтін бұл қасиетті кезең кісіні барша нашарқылықтардан, тәкаппарлықтан алшақтатады. Барынша кішіпейілдікке баулиды. Күллі жаратылыс атаулының ішінде адам баласының ең ардақты екендігіне баршамыздың көзіміз жетіп, соған шүкір ете білуге үйретеді. Мүмін кісі бұл айда күнәлардан бойын аулақ ұстап, жақсылықты көбірек жасауға ұмтылады. Өйткені бұл айда тамұқ есіктер жабылып, жұмақ есіктерінің айқара ашылатын, шайтан атаулының ауыздықтайтын айы. Бар ынтасымен ауыз бекітіп, жан дүниесін айнадай жарқыраған ұстап, адамды қанша азғырсаң да дегенін шайтан істете алмайтын, шайтан атаулына дымы құритын айы. Себебі ораза мүмінді барша күнәдан сақтайды. Рамазан жығылғанды демеп, жылағанды жұбататын, мұң-мұқтаждардың қабағынан, кірбіңнен арылтатын шынайы жанашырлықтың айы. Бұл айда жақсылық көрген жетім жесірлердің жүзі жадырап, арқа басы бір кеңейіп қалады. Рамазан айы күн шапағатындай әр тарапқа шуағын шашып төге отырып, адамды ізгілік пен қайырымдылық әлеміне шақырып, бауырмашылдықпен өмір сүруге үндейді. Ендеше барлықтарыңыздың қасиетті Рамазан айының келуімен және ұстаған оразаларыңыздың қабыл болсын, және ниеттеріңіз қабыл болсын демекпіз.